Салем достар, сіздерді вокал сабағы бойынша мазалап жүрген сұрақтардың барлығын оқып шықтым. Ең маңыздыларына бүгін жауап беретін боламын. Салем достар, бүгін сіздердің актуальды сұрақтарыңызға вокал сабағы бойынша жауап бергелі отырмын. Бірінші сұрақ: вокал үш қана сабақтан тұрады ма дейді. Әрине жоқ, вокалда сіздің дауысыңыз өмір бойы өзгеріп отырады. Сондықтан сіздің қатынас құралыңыз дауысыңыз болғандықтан вокалмен әрдайым айналысыңыз дер едім. Мұнда келесі сұрағымыз: вокалдың жаттығуларын күніге жасай беруге болады ма дейді. Күніге жасасаңыз артық болмайды, бірақ дұрыс жасалынған жаттығулар сізге пайдасы болмаса зиянын тигізбейді. Вокал жаттығуларын жасағанда менің басым айналады дейді. Ол дұрыс па дейді. Өте орынды сұрақтар. Алғаш рет көбінде айналысқанда вокалменен бас айналу, егер сіздің денсаулығыңыз бәрі дұрыс болса, басыңыз вокал жаттығуларынан айналатын болса, ол қалыпты жағдай. Яғни сіз дұрыс жасап жатсыз деген сөз. Одан ешқандай қорықпаймыз. Басыңыз айналса кішкене тоқтап демалып, қайта жалғастырсаңыз болады. Вокал жаттығуларын аяғы ауыр келіншектерге жасауға болады ма депті. Егер де сіздің денсаулығыңыз жақсы болса, вокал жаттығуларын жасауға дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Гемоглобиніңіз төмен болмаса, онда әрине болады. Ол өте болашақ өмірге келетін сәбиді де сіз дамытатын боласыз, өзіңіз дами отырып. Өте керемет. Өлең айтқан кезде жағымсыз шығады дейді. Мен вокалмен айналысатын болсам, дауысым дұрысталады ма дейді. Бұны жаңа ғана айтып кеттім. Егер де сіздің дауыс тембріңіз өзіңе ұнамайтын болса, өзіңізге, яғни бұл жерде мұрынмен айтуыңыз мүмкін, немесе даусыңыз қысылып шығуы мүмкін, немесе аузыңызды дұрыс ашпауыңыз мүмкін, тынысты дұрыстап алмауыңыз мүмкін. Соған байланысты жағымсыз болып естіліп жатады. Тіпті айналадағыларға да кейде ұнамауы мүмкін кейбіреулердің дауыстары. Сондықтан сізге кеңесім, мықты вокалист тауып алып, сол кісімен жұмыс жасап, көзіңізді күнделікті ашуыңызға болады. Міндетті түрде жақсы нәтижеге жететін боласыз. Ол ұзақ уақыт алуы мүмкін, төзімділік пен шыдамдылық қажет. Шармен үрлеп жаттығу жасаған дұрыс па дейді. Балаларға да ойын ретінде шарды үрлетіп, жарыстырып, тыныш жаттығуларын жасатып жатамыз. Ойын түрінде бала өзі ойнап жүріп, шарды үрлеп, диафрагмасын жұмыс жасатып жатады. Ол өте керемет жаттығулардың бірі. Сондықтан әрине болады. Мұнда мен әнші болғым келеді дейді, бірақ даусым жоқ. Маған әнші болуыма болады ма дейді. Достар, әрине әншілікке қызығатын көп жандардың бұл актуальды темасы болып табылады. Сіздердің алдыларыңызда жүрген жұлдыз әншілердің барлығы да, әрине әрқайсысы да вокал жаттығуларын жасап, осындай жолдардан өткен еңбекқор жандар. Олай жұмыс жасасаңыз, әрине сізде де шанс бар. Вокал жаттығуларын жасаған кезде дұрыс жасау керек. Егер де слухыңыз нашар болса, тіпті онда арнайы вокалистпен жұмыс жасап, өзіңізді шынықтырасыз. Қанша уақыт кетеді дегенде, ол сіздің музыкалық қабілетіңізге, ритміңізге және де тембрге де барлығына байланысты болады. Егер де тембріңіз жағымсыз, өзіңізге ұнамайтын болып жатса, ол жұмыстарды да арнайы жаттығулар арқылы даусыңызды жағымды етіп шығаруға болады. Жақ ауырып қалады екен дейді. Вокалдың жаттығуларын жасағанда жағыңыз ауырып қалатын болса, яғни бұл көбінде онлайн өздерінше ютубтан қарап жаттығулар жасап жүргендерде көбінде осындай қателіктер болады. Ал вокалистпен жасаған кезде сізді ол қарап, сізді дұрыс бағытта отырады. Аузыңызды өте қатты ашып жіберетін болсаңыз, ол әрине сізге ыңғайсыздықтар тудырады. Сондықтан жақты ашқан кезде, мына жерде А деп ашқан кезде қолың шұқанаққа түсіп жатыр, А. Шұқанаққа түсе отырып, бірақ өзіңе ыңғайлы ашылу қажет. Ауызды кеңірек ашамыз, бірақ ол сізге ыңғайлы болу керек. Ыңғайсыз аша берсеңіз, ол әрине сіздің жағыңыз содан ауырып қалады. Сондықтан ыңғайлы ашыңыз аузыңызды. Жоғарғы дыбыстарды айту үшін қандай жаттығулар жасау керек дейді. Жоғарғы дыбыстарды таза жақсы айту үшін тынысты дұрыс алып, екінші кішкене есінеуді қосып айтамыз.
сол кезде сіздің жоғарғы ноталарды алуға мүмкіндігіңіз кеңейеді. Ауызды ашамыз, үшінші ауызды дұрыстап ашамыз, және де зарлы дауысты қосамыз кейбір жерлерге. Көмектеседі. Бірақ бұған арнайы жаттығулар салып отыратын боламыз. Төртінші сабақ қашан шығады дейді. Достар, вокал сабақтары әрине өте көп. Вокалда тәжірибе жасаған кезде көптеген сұрақтар туып жатады. Сондықтан сіздер де бізге қандай видеолар түсіретінімізге көмектесу үшін өздеріңіздің сұрақтарыңызды әрине қойып отырыңыздар. Өздеріңіз де дамисыздар, біз де сіздердің сұрақтарыңызға орай біз вокал сабақтарын түсіріп отыратын боламыз. Жаттығуды дұрыс жасап жатқандығымызды қалай білуге болады дейді құрметті достар. Сіздер әрине ютубтан сабақ көрген кезде өздеріңіздің қателіктеріңізді көре бермейсіздер. Сондықтан сіздерге менің ең дұрыс кеңесім, өзіңіз дамыту үшін өзіңіз орындап жатқан жаттығуды өзіңіз басыңыз. Басында сіз түсінбеуіңіз мүмкін, дұрыс түсіп жатсыз ба, жоқ па. Егер де ондай жағдайларда болса, онда вокалистпен жұмыс жасаңыз. Ал егер де өзіңіз түсіп жатсыз ба, жоқ па, оны ажырата білетін болсаңыз, онда әрине өз даусыңызды өзіңіз күнделікті басып, тыңдап, және де өзіңізге өзіңіз сенімділікті арттыра түсіңіз. Өзіңіздің даусыңыз өзіңізге ұнай бастаған кезде аудиомен сөйлеуді, өлеңді де айтуға қысылмай өзіңізді өзіңіз үйретуіңіз қажет болады. Күнделікті өмірде дауыс қатынас құралы, сондықтан дауыстарыңыз әсемде әдемі болуына тілектеспіз. Қалаған әндеріңізді салып, іштегі энергетикаларыңызды алмастырып отырыңыздар. Ол сіздердің көңіл күйлеріңіздің әрдайым позитивте өздеріңіздің көңілді жүрулеріңізге көмектеседі. Сондықтан достар, біздің каналымызбен де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге жақсылық, сәттілік тілейміз, әдемі дауыс тілейміз. Сау саламатта болайық.